Сәлем достар баршаңызға. Бүгін асқабақтан өте дәмді болып шығатын орама дайындайтын боламын. Каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап отырыңыздар. Каналыма бір тіркеліп қойсаңыз, келесі видеоның ең алғашқы көрермені сіз болатын боласыз. Ораманы дайындау үшін ең алдымен ыдысымызға салқын 1 стакан су, қара бұрыш және тұз қосып, ұн салып бешбармақтың қамырындай етіп, қамыр илеп шығатын боламыз. Міне, қамырымыз иленді. Енді қамырымыз тыңғанша салмасын дайындайтын боламыз. Асқабақты жақсылап жуып тазартып аламыз да, орташа қалыңдықта барлығын турап шығатын боламыз. Етсізде ораманы дайындауға болады. Асқабақтан өте дәмді болып шығады. Дайындап көріп, комментарияда ойыңызбен бөліссеңіз, мен барлығында оқитын боламын. Мен 2 дана пияз қостым. Пиязды да жақсылап турап, дәміне қарай тұз, бұрыш қосып, жақсылап қысып тұрып, араластырып аламыз. Енді ары қарай тыңған қамырымызды оқтаудың көмегімен жазып алатын боламыз. Өте қалың, тым жұқа болудың да қажеті жоқ. Енді осылай қамырымызды жазып шығатын боламыз, достар. Қамырымыз жазылғаннан кейін үстіне сұйық майды құйып, барлық жеріне тиетіндей етіп, жақсылап барлығын қамырымызды майлап шығатын боламыз, әрине. Бұл жерде енді бір-біріне қамырымыз жабысып қалмас үшін осылай майлап алатын боламыз. Қамырымыз майланып болды. Енді ары қарай дайын болған салмамызды арасына барлық жеріне жеткілікті етіп салып шығамыз. Салмамызды одан кейін міне көріп тұрғандарыңыздай орамамызды дәл осылай орап шығатын боламыз. Енді табамызды, майланған табамыздың үстіне орамамызды салып, бетіне жұмыртқа жағып шығамыз. Мен жұмыртқамен жаққаннан кейін бетіне кунжут сепкен болатынмын. Егерде кунжуттарыңыз болса, бетіне сеу жүрсеңіздер болады. Енді осы орамамызды мен асел пеште пісірген болатынмын. Біздің орамамыз 40 минутта шамамен пісіп шықты. Өте дәмді. Арасы ешқандай жабысқан жоқ. Көріп тұрғандарыңыздай салмасы өте мол. Үй жағдайында сізде дайындап көріңіз.